Барлығыңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен гуляш тағамының рецептісін ұсынатын боламын. Бұл тағам менің отбасымның сүйіп жейтін тағамдарының бірі. Еті сондай жұмсақ, соусы да өте керемет, әдемі, дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер және видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен табамызға сұйық майды құйып, жақсылап қыздырып алып, және де кесеге етіп тураған етімізді салып, суы толық тартылғанша, сарғайып, қуырылғанша толығымен шамамен 10-15 минут жақсылап қуырып аламыз. Біздің етіміздің түсі осындай болу керек. Орташа отта етіміз осындай қоңырқай түске енгеннен кейін бір пиязды ұсақтап турап, оны да үстіне салып, шамамен 10 минуттай қуырып, пиязымыз сарғайғаннан кейін томат пастасын шамамен 2 шай қасықтан салып, 2 минут шамасында томат пастасымен жақсылап араластырып, оны да қуырып жібереміз. Сонда томат пастасының қышқылтым дәмі кетіп қалатын болады. Етіміз қуырылып жатқан уақытта бөлек ыдысқа осындай табаға май құймастан 2 ас қасық ұнды салып, ұнды араластырып, жақсылап қоңырқай түске енгенше қуыратын боламыз. Және де әбден қуырып болғаннан кейін біздің ұнымыздың түсі осындай болады. Енді бұл ұнды жаңағы қуырылып жатқан еттің үстіне салатын боламыз. Және де ұнмен қосып, жақсылап араластырып, үстіне салқын су құямыз. Міндетті түрде суыңыз салқын болу керек, ыстық су құюға болмайды. Шамамен 1,5-2 стакан су құятын боламыз. Суы көп болса ештеңе етпейді, өйткені қазір етімізді шамамен 1-1,5 сағатқа бұқтырып қоятын боламыз. Сол кезде суы тартылып кетуі мүмкін. Отымызды өте баяу отқа қақпағын жауып, бұқтырып қоямыз. Гуляштың гарниріне картоптан пюре дайындайтын боламын. Мен алдын ала суға картопты қайнатып, тұздап алдым. Енді картопты ыстықтай осылай езетін боламыз. Картоп езгішпен жақсылап толықтай езілгенше езіп аламыз. Үстіне картоптың азғантай суы қалу керек, видеодан байқағандарыңыздай. Және де осындай бөлме температурасындағы сары майды салып, үстіне жақсылап тағы да езіп аламыз. Картоп пюресі өте пышный, сондай воздушный, үлпілдек әдемі болу үшін осы ережелерді сақтансаңыз әдемі болып шығады, және де суығаннан кейін де сол қалпында қалатын болады. Ол үшін бөлме температурасындағы сары майды салдық жаңа. Енді ыстық сүтті 2 бөліп картоптың үстіне, осылай езілген картоптың үстіне құйып, миксермен шамамен 1-2 минуттай миксерлеп жіберетін боламыз. Ұзақ миксерлеудің қажеті жоқ. Егер сізде миксер болмаса, венчиктің немесе шанышқының көмегімен араластырып жіберсеңіз болады. Біздің картоптан пюреміз дайын болып қалды. Егер түсінбеген жерлеріңіз болса, комментарияға қойып кетсеңіз болады. Міндетті түрде жауап беремін. Біздің ол уақытта гуляшымыздың соусы дайын болып қалды. Бізде осындай соус шықты, өте әдемі болып шықты. Еті сондай жұмсақ болды. Сіздерге осындай тарелкаға әдемі етіп салып көрсететін боламын. Бізде осындай өте кешкі асқа өте дәмді, сондай ерекше тағам дайын болды. Күнделікті тағамдардан жалықсаңыз, осындай басқаша тағамдар жасап тұрсаңыз болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, және де менің каналыма тіркеліп, лайк басып, және де пікір қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Алда тағы да түрлі рецепттер болады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.